Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан сәтті шығатын Банафи пайдың жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен біз печеньемізді есіп аламыз. Мен блендерді қолдандым. Өте ыңғайлы және уақытты үнемдейтін болғандықтан. Ал егер блендер жоқ болса, оқтаумен ессеңіз де болады. Бізде осындай өте майда масса шығуы қажет. Оны біз бөлек ыдысқа алып аламыз. Сосын үстіне сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде бір келкі масса шығуы қажет. Осы массамызды енді формаға саламыз. Менің формам диаметрі 24 см. Сіздер осындай форма немесе кондитерлік кольцо қолдансаңыздар да болады. Ең бастысы диаметр 22 немесе 24 болғаны дұрыс. Осылай лопаткамен, кейіннен қолмен формасын келтірсеңіздер болады. Бортиктерінде қолмен осылай шығарамыз. Негізінде бұл массамен жұмыс істеу оңай, яғни бір-біріне жабысады, себеп құрамында май бар. Кейіннен варенканы жағып шығамыз. Сіздерде де варенкаларыңыз қою болса, оны сыртынан ыстық суда қайнатып алсаңыздар болады. Сонда осындай сұйық масса болып шығады. Толығымен түбіне осылай жағып шығамыз. Сосын осындай қалыңдықта кесілген банандарды айналдыра барлық жеріне қойып шығамыз. Менде 2 банан кетті. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін салқын кілегейді миксердің ең төмен жылдамдығымен шайқай бастаймыз. Ең бастысы кілегейіңіз өте салқын болу қажет, яғни тоңазытқышта кем дегенде бір тәулік болған дұрыс. Және де тағы бір лайфхак, мен қолданар алдын осы кілегейді 1 сағатқа мұздатқышқа қойып қоям. Сонда сіздің кілегейіңіз қою және де осылай крем жасағанда тез жасалынатын болады. Осылай қойыла бастаған кезде сахарный пудраны қосып, тағы да миксерлей береміз. Менің кремім осылай қою болып шығу үшін 10 минуттай кетті. Мінекей бізде формасын ұстайтын крем пайда болды. Енді кондитерлік қапшықты қолданамыз. Оған осылай насаткамызды саламыз. Кез келген насатканы қолдансаңыз да болады. Кейіннен оны осылай стаканчикке қойып, кремімізді салып аламыз. Осылай етсеңіз ыңғайлы болады. Сосын осы бананның үстінен осылай сығу арқылы креміміздің барлығын қойып шығамыз. Сән үшін какаомен осылай сеуіп шықсаңыз болады, бірақ ол міндетті емес. Барлығы да өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Ал енді осы Банафи пайды тоңазытқышқа кем дегенде 6 сағатқа қойып қойғаныңыз дұрыс. Сонда оның кремі сіңіп, өзінің формасын ұстайтын болады. И кескен кезде де ол шашылып кетпейтін болады. Банафи пай өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіз. Ал егер мен видео ұнаған болса, лайк қойып, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз.